Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге цезарь салатының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге қажетті заттарымыз: тауық етінен жасайтын боламыз. Тауық етін суға қайнатып, 20 минут жарты сағат қайнатып пісіріп алатын боламыз. Одан кейін сыртындағы терісін, кейін сүйектерін барлығын ажыратып алып, 10-15 минутқа духовкаға салып, кішкене қызартып алатын боламыз. Капуста, брынзамызды, нанымызды, жұмыртқамызды қайнатып та барлығын дайындап алдым. Нанымызды да майдалап турап, духовкаға 10-15 минутқа қойып, қытырлақ етіп дайындап алдым. Окорочкамыз дайын, тура осылай духовкаға 15-20 минутқа пісіріп қызартып алатын боламыз. Енді капустамызды турап, майдалап 4-1 етіп турап алатын боламыз. Ортасындағы қатты жерін алып тастаймыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте қолжетімді, пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Пікірлеріңіз болса, астында комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыздар болады. Капустамызды турап алдық. Нанымызды саламыз. Енді жұмыртқамызды 4 бөлікке бөліп турап алатын боламыз. Барлығын турап аламыз осылай. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Және де описание бөлімінде сілтемелер қалдырып кетемін. Өздеріңізге қажетті рецепттер болса, сол жерден алып қолдансаңыздар болады. Помидорымызды да солай соломка етіп турап алатын боламыз. Ортасында қажет емес жерлерін алып тастайтын боламыз. Бірінші рет жасап жатырмын. Өте дәмді шықты, достар. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ, тез дайын болатын салаттардың бірі. Өте дәмді болып шықты. Енді тауық етін, қызартып алған тауық етін 4 етіп турап алатын боламыз. Достар, сіздер жеке-жеке тарелкаға да жасауға болады. Мен барлығын бір келкетіп араластырып, кейін тарелкаға салатын боламын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасайтын боласыздар. Тауық етін турап алдық. Енді майонезімізді қосып, кішкене шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Оформлениеге бетіне кішкене окорочкасынан, нанымыздан және жұмыртқадан алып қалатын боламыз. Осылай майонезімізді салып алып, жақсылап араластырып аламыз. Майонезі барлық жерге тию керек. Жақсылап араластырып аламыз. Достар, мен Instagram парақшамды қалдырып кететін боламын. Ол жақты да қызықты мәліметтер. Енді тарелкаларға салып, бетіне брынзамызды өткіштен өткізетін боламыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша брынза немесе сыр қолдансаңыздар да болады. Өте дәмді болады. Бізге брынза ұнағандықтан брынза қосатын боламыз. Тарелкамыздың бетіне осылай өткіштен өткізіп алатын боламын. 2 тарелканың бетіне де. Одан кейін жаңа алып қалған нанымыз, жұмыртқамызды, окорочкамызды бетіне оформление жасайтын боламыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша оформление жасайтын боласыздар. Мен осылай помидорымыздан, жұмыртқадан жасайтын боламын.
жасап көрсеңіздер болады достар. Өте жеңіл және де тез дайын болатын салаттардың бірі екен. Біздің қонақтарға қатты ұнады. Өте дәмді болып шықты. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Менімен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта өте қолжетімді, пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеомда кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Сандуғаш. Менің YouTube каналыма кіруді ұмытпаңыздар.